Ал қалайсыздар? Бүгінгі күн бізде қазір үй жинау болады. Қазір тез завтрак біз енді ішіп жатырмыз, сағат 10. Өйстіп өтірік шай дайындай салдық. Ар жақта Алиса музыка оқып қойдық. Негізі Алихең деп айтып жүретін болдық. С утра ташкентский чай. Күн ыстық, кондер қосамыз қазір. Әдетте кондер қоспасақ, ысып жатыр ғой. Бүгін үйде боламыз, сол үйлерді жаныстырып, өзімізге шашағымыз басып, сонымен бірдеңе істейміз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін түнде қонақтарымыз шығарып салып, әсел аяқтарын жуып, анан жинап бір үй жинаған жоқпыз, үйді потом жинаймыз. Қазір бүгін завтракқа жетіп жатырмыз, обедке кешіп болдық. Сонымен сол барлық келген қонақтарға көп рахмет, әйтеуір ризалықтарымыз біргеміз. Көңілде отырып, ары бері үш рет отырғызып, енді тағы бір поток шақырамыз, құдай қаласа, енді бірақ числосын білмейміз, өйткені әлі келмеген қонақтар көп. Соны енді бір тағы қарайластыру керек болады. Балам. Өзімнің жақсы араласатын дос бауырларым, ағайындарым, мейрамдарыңмен өзімізді өзіміз құттықтамасақ, бізді құттықтайтындар жоқ сияқты жода. Аман болыңдар, мерекелеріңмен тағы. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Мейрам құтты болсын. Мынау креслоны екінші демеш. Бізде жалпы үйреніп жүрген жоқпыз. Ат, суды, алмау, бәрін үйреніп жүр. Так что кресло ойнайтындарды мейрамдармен шын жүректен. От душенен состойысқа енді шығып жатыр. Бүгін праздник дейді. Жуу керек қой, жуатындай болып тұр. Негізі праздник кездерде мен шығып қаңғырып, қыдырған жақтырмын. Өйткені адам көп, ажиотаж болады. Двойной праздник десеш? Бізде двойной праздник қайтпақшы. Барса. Требл нема еще? Требл нема буды, требл барса фандар. Мамалатып жіберді ғой Интер, ойбай. Мен негізі Реалдың фанатында, бірақ мен басқа біреулерге фанат бола алмаймын. Просто Арсеналдан Реал ұшып кеткен кезде жаман жазып еді, тура сонда. Осы мальчики переживать етіп жатқан жандарға көп рахмет. Нормально. Жылап қойды енді, вроде басын барлық жағын ұстадым, ешқандай синяк, еш нәрсе жоқ. Бірақ құлады енді. Аунап кетеді деп ойламадым. Мамам ұрсып жатыр. Болды, сторисқа сала берме, түрін жапсаң да салма, көз тиеді деп мамам ұрсып таңертең звондап. Қазір біз Бота екеуміз киім алуға шықтық. Бүгін целый день шопинг. Киімге тоймайтын да жоқ. Бота ол часто алады ғой. Мен ана күні туған күнге барайын десем, бір киімім жоқ қой, представляете, бір дені дұрыс киім жоқ. Сонымен бүгін барып тұрған. Иә, қыстық етікпен, қыстық кофтамен, бұл жазық киіммен барса, мен вообще киімім жоқ болса, күйедене күйіп кетсем, киім алам деп. Катер алып жатыр, киімі жоқ. Бота прикол ұстады ғой маған, Бота отыр, бір 2 сағат отырған шығар мен киім таңдағанша. Қазір киім аламын, бірінші Б-шопқа барып жатырмын. Давно бармай кеттім, білесіздер ғой, қазір үй салып жатқаннан кейін уақытта болмай кетті, анау мынау деп барып киім аламын, во-первых, екіншіден білесіздер мен ол жердің амбассадор екенімді. Сол үшін қазір алдағы стористарды көріңіздер, Б-шопта қандай новинкалар болып жатқан, қандай новинкалар келіп жатқан. Алатын болсаңыздар, сол номерін барын қалдырып кетем. И ары қарай тоже разный магазиндерге барып, жартысын Б-шоптан аламын, жартысын басқа магазиннен аламын деген сияқты. Целый день шопинг жариялаймын өзіме.